Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге 4 сынып математика оқулығында кездесетін қозғалысқа берілетін формулаларды қарастыратын боламыз. Алдыменен қозғалыстың түрлерімен кішкене сіздер таныстырып кетейін. Яғни қозғалыс бір бағыттағы қозғалыс, қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс және қуып жету бағытындағы қозғалыс. Енді бірінші бір бағытта қозғалысқа берілетін формуланы таныстырамын және белгіленулермен таныстыратын боламын. Бірінші S, яғни қашықтықты белгілейміз. Қашықтықты табу үшін біз жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Дәл солай S тең V көбейтілген T деп бала оқи алу керек және атауымен де атай алу керек. Яғни қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз деп айта алу керек бала. Және жылдамдықты табу үшін қашықтықты уақытқа бөлеміз. Уақытты табу үшін қашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. Бұл бір бағыттағы қозғалыс. Бір бағыттағы қозғалыс дегеніміз, яғни бір жаяу жүргінші, не болмаса бір автокөлік, болмаса бір ұшақ, бір бағытта деген сөз. Енді қазір қарама-қарсы бағытындағы қозғалысқа формула жазамыз. Қазір жанына жазам және айырмашылығын балаға жаттату оңай болу үшін айырмашылығын бірден түсіндіріп кетем. Қашықтықты табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтетін болдық қой, дәл осы формуладан аламыз. Яғни V-ның орнына қарама-қарсы бағыттағы болғаннан кейін, яғни екі жаяу жүргінші, екі автокөлік, оны қазір астына сызып көрсем, мен сізге қазір формуланы түсіндіретін боламын. Яғни V-ның орнына V1 қосылған V2-ның Т-ға көбейтіндісі. Яғни бірінші жүргінші мен екінші жүргіншінің жүру жылдамдығын қосындысын көбейтеміз уақытқа. Енді уақытты табу үшін дәл осы формуладан аламыз. Яғни қашықтықты бөлеміз V-ның орнында V1 менен V2-ның қосындысына. Қарап тұрсаңыз, басқа формуланы балаға жаттаудың қажет жоқ. Бір бағыттағы қозғалыстан ары қарап шығарып аламыз. Және V-ның екінші жүргіншінің жүру жылдамдығын анықтау үшін дәл осы қашықтықты уақытқа бөлдік пе? Дәл сондай қашықтықты уақытқа бөлеміз, бірақ бірінші жүргіншінің, яғни бірінші автокөліктің жүру жылдамдығын азайтып тастаймыз. Бұл қарама-қарсы бағытындағы қозғалыс. Енді мен мына жерге сіздерге қазір қуып жету бағытындағы қозғалыстың формуласын жазатын боламын. Яғни дәл осы формула V көбейтілген Т дедік, жылдамдыққа уақытты көбейттік. Қарап тұрсаңыздар, қарама-қарсы бағытында қозғалыста біз V1 мен V2-ні, яғни екі жүргіншінің, яғни екі қозғалыстың жүру жылдамдығын біз қостық. Ал бір бағыттағы қуып жету бағытында қозғалыста керісінше азайту амалын қолданамыз да уақытқа көбейтеміз. Қазір айырмашылығын сіздерге түсіндіретін боламын. Және екінші, уақытты табу үшін S-ті бөлеміз, яғни қашықтықты бөлеміз, дәл жаңағындай V2-ден азайтамыз V1-ді. Ал V2-ні табу үшін S бөлінген V болды ғой, V2-ні бөлініші S-ті қашықтықты уақытқа бөлді ғой, дәл сондай бөлеміз, бірақ V1-дің бірінші жүргіншінің жүру жылдамдығынан, бірінші автокөліктің мысалы жүру жылдамдығынан азайтамыз қашықтықтың уақытқа бөліндісіне. Енді осы жерде мен кішкене сызып көрсетем. Қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс дегеніміз қалай? Айталық, мына жерде мына нүктеде кездесетін болды, қарама-қарсы бір-біріне қарап келе жатыр. Айталық, автокөлік. Яғни екеу болғандықтан V1, V2 деп белгілейміз. Мына нүктеде екеу кездесетін болды, қарама-қарсы бағытта. Қарап тұрсаңыз, яғни бұл қашықтықты, бұл жылдамдықты біз бір-біріне жақындау жылдамдығы деп атаймыз. Бірақ қарама-қарсы қозғалыс. Қарап тұрыңыздар, бір-біріне қарап келе жатыр. Және мына нүктеден екі бағытқа қарап шықты. Мысалы, мына нүктеден, мысалы, осы мектептен екі қаланың мына жағына, екінші жүргінші қаланың мына бетіне қарай жол тартты, жолға шықты деген сияқты мысалдарда кездесіп жатады. Яғни осы нүктеден екеуі мына нүктеде бір-біріне қарама-қарсы болса, мына нүктеде бір-бірінен қарама-қарсы бағытта екі жаққа қарап жолаушы жолға шықты. Яғни екіншісінде V қашықтау жылдамдығы, мынада жақындау жылдамдығы. Енді не себептен біз қосамыз? Өйткені
мына нүктеде кездесетін болса, В1 менен В2 бірінің жүрген жолын бірі басып өтпейді. Сол себептен екеуінің жолын біз қосамыз қашықтықты табатын кезде. Екіншіде де В1 мен не үшін В2-ні қосамыз? Өйткені дәл жаңағындай. Бұда да қарама-қарсы қозғалыс. Мына жолды жүретін болса, яғни бірінің жүріп өткен жолын екіншісі баспайды. Сол үшін қосу амалы қолданады. Енді қуып жету қозғалыста не үшін азайттық? Оны да қазір түсіндіретін болам. Айталық, мына нүктеде мектептен, мысалы, үйіне қарап, бір автокөлік я болмаса бір оқушы шықты. Екінші дәл сол нүктеде Марат шықты, одан кейін Асан шықты деген сияқты, қанша уақытта қуып жетеді деген сияқты тапсырмалар көп кездеседі. Яғни бұл жерде азайтатын себебіміз ол екеуі де мына бір жолды басып өтіп жатыр. Байқадыңыздар ма? Мына бір жол болатын болса, екеуі де осы жолды басып кетіп жатыр. Жаңағында қарама-қарсы бағытта емес қосатын. Демек, бір жолды жүріп өтіп атқаннан кейін бір жолды басып өтетін болғандықтан, біз бірінің жылдамдығынан екіншінің жылдамдығын біз азайтып тастаймыз, қоспаймыз. Дәл осы формула бойынша қолданамыз. Енді осы жерден тағы да қосымша айтылып кетеді. Өлшемдерін айтып кетейін. Қашықтықты өлшем бірлігі километр, метр, яғни ұзындық өлшемдері. Қашықтық бұл жүріліп өтілген жол. Мысалы, 5 сағат жүре ма жүргінші көлік, автокөлік 10 сағат жүреді ма, сол уақытта жүрілген жол бұл. Енді В ол жүру жылдамдығы, яғни белгілейміз километр, сағат, метр, минут. Осы жерде тоқталып кетем, километр, сағат, метр, минут дегенді біз қалай балаға түсіндіреміз? Өйткені осы километр, сағат дегеннің өзін бала түсіну керек. Ол не үшін жазылады, қайдан шықты деген сөз. Километр, сағат дегеніміз бір сағатта жүріп өтілген жол. Яғни бір сағатта қанша километр жүреді. Қысқаша осылай жазып қоямын, балаларға түсінікті болсын. Яғни бір сағатта қанша километр жүрді, яғни оның жүру жылдамдығы бір сағатта өлшегенде. Ал мына жерде бір минутта қанша метр жүрді деген сөз. Яғни бір минуттағы оның жүру жылдамдығы. Ал уақыттығы әрине белгілі, ол сағат, минут деп белгілейміз өлшемдерін. Қазір бір бағыт қозғалыс, қарама-қарсы бағытта қозғалыс және қуып жету бағытында қозғалыстың формулаларын түсіндірдім, өлшемдерін түсіндірдім, атауларын, яғни латын әріптерімен белгілейміз және өлшем бірліктерін түсіндірдім. Алдағы уақытта осы формуламенен есептер қарастыратын боламыз.